Баршаңызға қайырлы күн достар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен бірге осындай сочный болып тұратын етті пирог дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге пайдалы әрі қызықты рецепт болатынына сенімдімін. Керекті ингредиенттердің мөлшерін описаниедан таба аласыздар. Сонымен етті пирогты дайындауға кірісейік. 150 грамм кефирға жарты шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап араластырып 5-10 минуттай кефирдің көтерілгенін күтеміз. Кефир осы видеода көрсетілгендей көтерілуі керек. Және де осындай көбікке айналады. Үлкенде ыдысқа 100 грамм сармай саламыз. Сармай міндетті түрде жылы болу керек. Ыстық болмасын. Сармайдың үстіне жарты шай қасық тұзбен бір жұмыртқаның ақуызын салып жақсылап араластырамыз. Содан соң жаңағы ас содасы салынған кефирді құйып, тағы да аздап араластырып, ұн саламыз. Мен бұл пирогқа 330 грамм ұн қолдандым. Ұнның барлығын бірден көп салмаңыздар. Аз-аздан сала отырып араластырып елесеңіздер, біркелкі қамыр болып шығады. Қамырдың жұмсақтығы осы видеода көрсетілгендей болу керек. Қамырды елеп болған соң, бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал енді пирогтың салмасын дайындаймыз. Бір пиязды ұсақ етіп турап шығамыз. Туралған пиязды ыдысқа салып, бір сәбізді үткіштің орташа тісінен өткіземіз. Сәбізді міндетті түрде үткіштен өткізіңіздер. Сонда пирогтың ішінде толығымен пісетін болады. Содан соң бір картопты да өткіштен өткізіп аламыз. Бұл пирогтың салмасына 40 қабат немесе асқабақ қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Өткіштен өткен көкөністердің үстіне 200 грамм тартылған ет саламыз. Мендегі тартылған еттің арасында майлары бар. Сіздерге де аздап май қосуға кеңес беремін, сонда пирог құрғақ болып қалмайды. Пирогтың салмасына 1 шай қасық толмаған тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және де 1 шай қасықтың ұшында кориандр саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкендеу, ал екінші бөлігі кішірек болуы керек. Бөлінген қамырларды дөңгелетіп аламыз. Дөңгеленген соң, екеуінде видеода көрсетілгендей жұқалықта жайып шығамыз. Жұқа етіп жайылған қамырды формаға саламыз. Егер сіздерде мұндай форма болмаса, духовканың 4 бұрышты листіне де салып пісірсеңіздер болады. Қамырдың шетін форманың көлемін келтіріп тегістеп шығамыз. Содан соң пирогтың бетіне жабылатын қамырды да жұқа етіп жайып шығамыз. Форманың ішіне салмасын салып, біркелкі етіп тегістейміз. Салмасын салып болған соң, қамырдың бетін жауып, видеода көрсетілгендей етіп, пирогтың шет-шетін түйіп шығамыз. Пирогтың ортасын міндетті түрде осылай тесіңіздер. Сонда қамыр көтеріліп кетпейтін болады. Пирогтың бетіне жаңағы қамырынан қалған бір жұмыртқаның сарыуызымен аздаған сүтті араластырып жағамыз. Үстіне ақ және қара күнжітті сеуіп, 180 градус температурада қызып тұрған духовкаға 30-40 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз да пісіп шықты. Пирог өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге пирогтың піскен кезіндегі арасын кесіп көрсеттім. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, және де каналға тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Жасап көрсеңіздер немесе сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі жүздескенше.